Бәріне сәлем, құрметті достар, қалайсыздар? Бүгінгі видеода алдында видеода уәде еткендей шығарып отырмын. Ішіңіз тырысып ауырып тұрса, ішіңіз кеуіп тұрса, осы видео сізге арналған. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеоны жалғастырмас бұрын достар, тіркелу деген батырманы басып кетіңіздер. Егер тіркелмеген болсаңыздар, лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса жүріңіздер. Қазақша контенттер дами берсін. Бірінші әдіс: қарапайым жалбыз мятын аласыз. Дүкендерде сатылады, немесе бау-бақшадан аласыз өзіңіздің. Сосын ішіп отырған ыстық қара шайыңызға саласыз, жапырағын саласыз. Одан кейін оны 3 мезгіл ішуге болады. Bir күнде іш кебу басылғанша ішуге болады. Келесі әдіс: активированный уголь, белсендірілген көмір. Бұл дәріні салмақ бойынша ішесіз. Мен мысалға 4 штук ішемін. 44 килограмм салмағым, 10 килограммға бір штук активированный уголь ішесіз. Бұл активированный угольді 3 күннен артық ішуге болмайды. Ортасына уақыт салып ішуіңізге болады. Аурудың жазылғанына байланысты ішесіз. Келесі әдіс жаттығулар әдісі. Бұл жаттығу йога деп аталады. Осы жаттығулардың түрлерін жасасаңыз, іш кебудің алдын алуына болады, және іш кепкен кезде де жасауға болады. Бұл өте пайдалы әдістер. Келесі әдіс, соңғы әдіс: укроптың тұқымы. Укроптың тұқымын аптекадан аласыз. Дайындалуы: бірінші ыстық су, 500 мл ыстық қайнаған су аласыз. Оған 2 үлкен қасық укроп тұқымын саласыз. Содан кейін 15 минут қайтадан қайнатасыз. Сосын газдан алып тастап, күніне 3 мезгіл, 4 мезгіл ішуіңізге болады. Арасына 10 күн демалыс салып, қайтадан ішесіз. Бұл әдіс укроптың тұқымы өте пайдалы. Ішіңіздің кепкенін басады, ауырғанын басады, ішіңіздегі газды шығаруға көмектеседі. Достар, видео ұнаса, лайықты деп ойласаңыз, лайк басыңыздар. Каналыма тіркеліп, және достарыңызбен бөлісіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болып тұрыңыздар.